Қайырлы күн, құрметті қыздар. Бүгін сіздерге осындай сүзбеден жасалатын тәп-тәтті печеньелардың рецептісін көрсетемін. Алдымен бізге сүзбе қажет болады. Сүзбеміздің үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Одан соң қантымызды саламыз және бір жұмыртқамызды жарамыз. Осыны жақсылап вилкамен араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды саламыз. Осыны массамызға аз-аздан салып отырып шанышқымен араластырамыз. Алдымен шанышқымен осылай араластырамыз, одан соң қолымызбен қамыр жасаймыз. Ендігі кезекте дайын болған қамырымызды салафанға салып, 30 минутқа мұздатқышқа салып қоямыз. Отыз минуттан соң қамырымызды алып, видеодағыдай илейміз. Ендігі кезекте қамырымызды жаямыз. Қамырымызды қатты қалың етпейміз, қатты жұқа қылмаймыз, орташа қалыңдықта жаямыз. Жайылған қамырымыздың үстіне 2 ас қасық сахарная пудрамызды сеуіп шығамыз. Ендігі кезекте ораймыз. 2 жағын бірдей етіп орайсыздар. Егерде бірдей болмаса, жүрекшелеріңіздің бір жағы үлкен, бір жағы кішкентай болып шығуы мүмкін. Енді кесеміз. Пышақпен де кесуге болады, мен сияқты жіппен де кесуге болады, өзіңіздің қалауыңызша. Енді осыған жүрек фигурасын жасаймыз. Дәл видеодағыдай жасайсыздар. Жүрек фигураларымызды противеньға сағыламыз, астына пергамент қағазын төсейміз, бетіне қант сеуіп шығамыз. Осыны 200 градуста 25-30 минут пісіреміз. Біздің печеньеларымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің инстаграм парақшама және ютуб арнама міндетті түрде жазылыңыздар. Сау болыңыздар.